Қайырлы күн, құрметті менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздермен мен жаңысын, жаңадан қосылған жандар болса, каналыма қош келдіңіздер дегім келеді. Ал тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жалпы менің каналым не туралы? Мен өзім ауылда тұратын болғандықтан, осы қазақ халқымыздың ұлттық тағамдарын, соның ішінде сүттен жасалатын құртымыз бар, ірімшік, айран, творог, және де қазақтың ұмыт болып бара жатқан тағамдарын, және ауылдағы қызықты оқиғаларды, жағдайларды бөлісіп отырамын. Егер де қызық болса, тағы да айтып өтейін, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де өз пікірлеріңізді қалдырып, лайкты ұмытпаңыздар. Тұзды құрт бұл қазақ халқының жаңағы ұлттық тағамдарының бірі болып есептеледі. Тұзды құрт негізі бұл сүттен жасалады. Сиыр сауғаннан кейін сепаратордан өткіземіз. Қаймағы ажыратылған сепаратордан өткен сүтті біздер 2 күнге жылы жерге қойып ұйытамыз. Ол өздігінен ұйып қалады, кейін таза дорбамызға сүзіп, тағы да 2 күнге далаға күннің көзіне қойып қоямыз. Және кәдімгідей сорығады. Бұл менде айраннан жасалған сүзбе құрт. Айраннан деп отырғанымыз, енді айран ұйытып, сүтті пісіріп, айранды ұйытып, кейін ұйғаннан кейін дорбаға сүзіп, сосын тоже осылай 2-3 күнге далаға қойып, сорықтырып, міне осындай әдемі қолға жабыспайтын сүтіміз, сүзбеміз дайын болады. Және де осы құрт қант диабетінен, сосын жүректің ауруларынан қорғайтын өзінің қоректік заттары бар. Мына тұзды құртты көп мөлшерде пайдалануға болмайды, тұтынуға. Жеуге болмайды көп мөлшерде. Кері әсерін беру мүмкін, өйткені бұл құрттың құрамында тұз көп мөлшерде, сол үшін көп жеуге болмайды. Мен жаңағыдай күніне бір 4-5-еуін жеуге кеңес берер едім. Егер де сіздерге жаңағыдай осы қазақ халқымыздың ұлттық тағамдары және жаңағыдай ауылдың тұрмыс тіршілігі қызық болатын болса, менің каналымнан алыстамаңыздар. Мен аптасына 2-3 рет міндетті түрде видео салып отырамын және пайдалы кеңестер, лайфхактармен бөлісіп отырамын. Бұл құртты өстіп жасап аламын, пішіндеп, сосын кептіруге қоямын. Бізде ауылда енді жел, дауыл деген ол болады. Сосын беті топырақ болуы мүмкін. Сол үшін әбден уже кеуіп болғаннан кейін бұны мен деген не істеймін? Суға, мұздай суға бір шайып алам. Шайып әппақ қылып, жаңағы бетіндегі топырағын бәрін жуып алам. Сосын қайтадан далаға 1-2 сағатқа кептіруге қойып қоям. Сонда құрт деген әппақ болып, кәдімгідей күшті болып шығады, дайын болады. Ешқандай қоспасы жоқ, табиғи өнім. Мінекей, тек қана бұған қосылғаны тұз болды. Қорықпай, осылай маған заказ беріп, осы мен жасаған құрттардан ауыз тиюге болады. Егер сіз Ақтөбе қаласынан болсаңыздар, қалаға сіздерге жеткізіп береміз. Құрттан бөлек творог, сүзбеде кальцийге өте бай, пайдасы көп. Сүзбе туралы да мен төменгі видеода бар, толық айтылған адамның ағзасына пайдасы бәрі. Айтпақшы, келіншектер, тағы да бір лайфхак айтып кетейін. Осы сүзбені дұрыс салмай тұрып, егер де мына бетіңізде қара дақтар болса, күн сәулесінен түсетін мына қара дақтар болады ғой, солардан құтылғыларыңыз келсе, осы сүзбені даладан сүзіліп әкелгеннен кейін бетіңізге жағып қойсаңыз, осы қара дақтардың бәрін тазартады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видеоны толық аяғына дейін қарады деген үміттемін. Пайдаңызға жарасын.